Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айзада. Бүгін осындай гүл формасында дайындалатын холодильниктер жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Алдымен біз осындай сиыр аяқтарын жуып, суымызға салып, отта 1 сағат көлемінде пісіріп аламыз. Дайын болғаннан кейін холодильник жасайтын етімізді сүйегінен ажыратып аламыз осылай. Және де 2 сәбіз, 6 сарымсақ дайындап аламыз. Барлығын ет тартқыштан өткіземіз. Егер сіздер осы рецепт бойынша жасасаңыздар, холодильниктеріңіз дәмді әрі жылы жерде ерімейді. Келген қонақтарыңызға да дастарханға қойсаңыздар, дастархандарыңыздың сәнін ашып тұрады. Міне дайын болған етімізді керіден сорпамызға салып, дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды саламыз. 1 сағат көлемінде сорпасы тартылғанға дейін қайнатамыз. Астының күйіп қалмауына қадағалап тұруларыңыз қажет. Міне осымен біздің холодильниктеріміз дайын болды. Ысы күйінде формаларымызға құямыз. Менде осындай гүл формасымен және де кішірек табақпен шықты. Екінші түрін укроппен жасадым. Дәмді болып шықты. Мінекей осылай барлығын құйып шығамыз. 2 табаға да. Мінекей дайын болды. Осымен біздің холодильниктерімізді салқын жерге 1 сағат көлемінде қатыруымыз қажет. Салқын жерге шығарып аламыз. Міне осымен біздің холодильниктеріміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай түрі де әдемі, дәмді болып шықты. Шын мәнінде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.